Кайырлы күн болсын баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, пайдалы әрі оңай жасалатын салат жасаймыз. Ол үшін бізге қияр және қырыққабат қажет. Қырыққабатымызды ортасынан бөлеміз және жіп-жіңішке етіп тураймыз, ұзынша етіп. Төрт бөлігінде осылай жіп-жіңішке етіп кесіп аламыз. Дәл қазіргі кезге өте пайдалы салат жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Қырыққабатты турап алдық, ал енді шай қасықпен тұз қосып араластырамыз. Келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Қиярды да дәл солай ұзынша жіп-жіңішке етіп тураймыз. Видеодағыдай жасаймыз. Барлығын да осылай дайындап аламыз. Келесі кезекте консервіленген жүгерімізді қосамыз. Және 3 ас қасық майонез қосамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте тез дайындалатын пайдалы салат. Ас болсын барлықтарыңызға.